Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз 6-шы сынып БЖ тапсырмасын орындаймыз. Екінші нұсқаның бірінші есебі берілгені 6-2, 0-20, 4-8 деген сандар жұптарының қайсылары 3х қосу y тең 20 теңдеуінің шешімі болады. Біз оны тексереміз. Бірінші 6-2 дегенді сандар жұбын тексерейік. Бұл жерде мен бірінші тұрған санды x-тің орнына, екінші тұрған санды y-тің орнына қоямын. Сонда 3 көбейту 6 қосу 2 тең болады 20. Осы теңдік дұрыс па, тексерейік. 3 көбейту 6-мыз 18 болады, қосу 2 тең 20-ға дейді. 18 2-ге қоссақ 20 болады, сонда 20 тең 20 деген шықты. Демек дұрыс. Демек шешімі болады. Қысқартып жазып қоямын, шешімі болады. Келесі екіншісінде, үшіншісінде дәл солай тексереміз. 0-20. Сонда 3 көбейту 0 қосу 20 тең болады 20-ға. 3 көбейту 0 қосу 20 тең болады 20-ға. Бұл жерде 0-ге 20-ны қоссақ 20 тең 20 деген шығады. Демек шешімі болады екен. Бұл жерде де дұрыс теңдік шығып тұр ғой. Болады. Келесі үшіншісі 4-8 деген сандар жұбы. 3 көбейту 4 қосу 8 тең 20-ға. 3 көбейту 4 12 қосу 8 тең 20-ға. 12-ке 8 алсақ 20, 20 тең 20 деген теңдік шықты. Демек дұрыс, демек шешімі болады. Болады. Демек үшеуі де осы теңдеудің шешімі болады екен. Келесі бізде теңдеулер жүйесін шешу керек. Ол үшін мен бірінші алмастыру тәсілімен шешемін. Бірінші теңдеуге x-ті y арқылы өрнектесем 12 азайту 3y болады. Екінші теңдеуді дәл солай жазып аламын. 4x қосу 2y тең минус 18-ге. Ал енді мына екінші теңдеудегі x-тің орнына алып келіп, мен 12 минус 3y дегенді қоямын. Сонда 4 жақша ішінде 12 минус 3y қосу 2y тең болады минус 18-ге. Енді 4 көбейту 12 бізде 48 болады. Азайту 4-ке 3-ті көбейтсек 12y болады. Қосу 2y тең болады минус 18-ге. Енді бұл жерде минус 12y қосу 2y осы бетте қалады. Ал минус 18 минус 48 теңдіктің келесі бетіне өтеді. 48 минус болып. Енді минус 12 қосу 2y бізде минус 10y болады. Тең минус 18 минус 48 минус 66 болады. Y табу үшін минус 66-ны бөлеміз минус 10-ға. Сонда y тең болады 6,6-ға. Ал енді осы жерден біз x-ті тауып алайық. X тең 12 азайту 3 көбейту 6,6-ны қоям. Сонда x тең болады 12 азайту 3-ті 6,6-ға көбейтсек. Мына жерде видео тоқтап қалыпты. X тең болады 12 азайту 3-ті 6,6-ға көбейтсек 19,8. Сонда x тең болады минус 7,8-ге. Енді жауабын жазып қойдым. Минус 7,8 болғанда 6,6 деген жауап болады екен. Мына теңсіздіктің жауабы. Осымен екінші есеп аяқталды. Келесі үшінші есеп мәтін есеп берілген екен. Екі санның қосындысы 17-ге мен бірінші санды x деп алам, ал екінші санды y деп алам. Сонда екі санның қосындысы 17-ге, яғни x қосу y тең 17-ге, ал олардың айырмасы 7-ге дейді. Яғни x азайту y тең 7-ге тең болса, осы сандарды табу керек. Ол үшін мен бірінші теңдеуді алайын.
x тең 17 азайту y деп x-ті өрнектеп алдым. Екінші теңдеуге тиіспеймін, дәл солай қалады. Енді екінші теңдеуде мына жерде x-тің орнына 17 азайту y-ті қоямыз. Онда 17 азайту y тең 7-ге. Мына жерде минус y ол минус 2y болады, тең 7, 17 теңдіктің келесі бетіне минус 17 болып өтеді. Сонда минус 2y тең болады минус 10-ға. Ал y табу үшін минус 10-ды бөлеміз минус 2-ге, сонда y-іміз тең болады екен 5-ге. Y-дің мәні шықты, енді x-ті тауып алайық. X-ті табу үшін екінші теңдікті аламыз, x тең 17 азайту y деген. Осы жердегі y-дің орнына тапқан мәнімізді алып барып қоямыз, яғни 5-ті қоямыз, сонда x тең болады екен 12-ге. Енді жауабын жазатын болсам, жауабы 12 болғанда 5. Енді тексеріп көрейік, екеуін қоссақ 17 шығады, ал азайтсақ 7 шығады екен. Демек, біздің жауабымыз дұрыс деген сөз. Осымен үшінші есеп аяқталды.